Так, ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабақ продавецпен сөйлесу. Продавецпен қалай сөйлесеміз? Мысалы, сұрақтарымыз болады. Соның барлығын продавецтен қалай сұраймыз? Так, мысалы маған бір товар ұнап қалды. Мына алайық. Так, мына басқан кезде мына жерде бір минут. Так, заказ беретін кезде мысалы осы товар бізге ұнады да. Бізге бұның жаңағы мысалы салмағы қызық болады, материалы қызық болады, тағы не? Короче, бір сұрақтар болады енді. Жаңағы объемы дегендей да. Сосын заказ бермес бұрын мына жерде сообщение деген бар. Соған басамыз. Осы жерде не шығады? Продавецпен сөйлесу. Мына жерге басамыз. Енді біз қытайша жаза алмаймыз, олар қазақша түсінбейді. Оған қытайша жазу керек. Ол үшін мына 3 точканы басамыз. Аудару. Сосын міне 3 жерге жазамыз. Мысалы, привет. Какой вес товара? Какой вес? Или сколько килограмм? Сколько килограмм? Bir штук. Сосын басамыз. Қызылды басамыз. Кетті. Жауап жазар ма екен? Жалпы ол жауап жазады. Сосын переводтап сөйлесе береміз ғой. Егер бәрі нормальный болса, салмағы бәрі устраивать етсе, онда заказ бере береміз. Әне жауап жазды. Мінекей. Неде жазылып тұр деп тұр ғой. Міне 52 грамм деп тұр. 52 грамм. Короче, барлығы жазылып тұр. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.